Қазақстан Республикасы. Орталық Азиядағы мемлекет. Солтүстігінде және батысында Ресеймен, шығысында Қытаймен, оңтүстігінде Қырғызстанмен, Өзбекстанмен және Түркменстанмен шектеседі. Алып жатқан жер аумағы 2.724.902 шаршы километр шамасында. Аумағы бойынша әлемде 9-шы. Посткеңестік кеңістіктегі елдер арасында 2-ші орында. Ресейден кейін. Елдің шығыстан батысқа дейінгі ұзындығы 2963 километр. Ал солтүстіктен оңтүстікке қарай 1652 километрді құрайды. Ол құрлықішілік Каспий және Арал теңіздерінің суларымен жуылады. Әкімшілік аумақтық жағынан 14 облыс және республикалық маңызы бар 3 қалаға бөлінеді. Сонымен қатар ерекше мәртебесі бар қала Байқоңыр бар. Оны Ресей 2050 жылға дейін жалға алған. Және осы кезеңде онымен қарым-қатынаста Ресей Федерациясының федералды маңызы бар қаласына сәйкес мәртебе берілген. Ресей жалға алған жерлердің жалпы ауданы 113.913 шаршы километрді құрайды. Ел аумағының 4,1%. 2021 жылға 3 тамыздағы деректер бойынша Қазақстан халқының жалпы саны 19 миллион адамды құрайды. Халық саны бойынша елдер тізімінде 64-ші орында. Орташа тығыздығы шаршы километрге 6,93 адамнан сәл аз. Атауы этностың өзіндік атауынан шыққан қазақ. Ол ежелгі түріктің қазақ, еркін сөзінен шыққан. Ол халықтың көпшілік өмір салтын бейнелейді. Стан атауының элементі жер, орын, облыс дегенді білдіреді. Сондықтан Қазақстан атауын сөзбе-сөз еркін адамдар жері деп аударуға болады. 1936 жылы қазақ атауы қазақтар тобымен қазақтар халқының арасында шатаспау үшін К соңғы әріпін Х әрпімен алмастырып қазақ деп өзгертілді. Қазақстан атауы алғаш рет Бахаи әл-Вахаи тарихи еңбегінде қолданылған. Бүгінгі Қазақстан халқының көп этностық құрамы бар мемлекет. 2021 жылдың басындағы деректерге сәйкес, қазақтар халықтың 69,1%, орыстар 18,42%, өзбектер 3,29%, ұйғырлар 1,48%, украиндар 1,36%, татарлар 1,6% және басқаларды құрады. Украиналықтар, кәрістер, еділ немістері, шешендер, месхетин түріктері және режимнің саяси қарсыластары сияқты кейбір азшылықтарды 1930-1940 жылдары Иосиф Сталин Қазақстанға жер аударды. Елде ең ірі кеңестік еңбекпен түзету лагерлері болды. Ресейдің маңызды эмиграциясы Никита Хрущев дәуіріндегі тың науқанымен және кеңестік ғарыштық бағдарламамен байланысты болды. 1989 жылы этникалық орыстар халықтың 37,10% құрады. Ал қазақтар елдің 20 өңірінің тек жетеуінде ғана көпшілікті құрады. 1991 жылға дейін 1 миллионға жуық немістер болды. Негізінен екінші дүниежүзілік соғыс кезінде елге жер аударылған еділдің ұрпақтары. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін олардың көпшілігі Германияға қоныс аударды. Грек азшылық мүшелерінің көпшілігі Грецияға қоныс аударды. 1990 жылдардан бастап көптеген орыстардың, немістердің, украиндардың және басқа халықтардың өкілдерінің үздіксіз иммиграциясы болды. Сонымен қатар, этникалық қазақтардың Қазақстанға, Өзбекстаннан, Қытайдан, Монголиядан, Ресейден, Түркмениядан, Түркиядан және басқа елдерден белсенді көшіп келуі байқалды. Аталған мән-жайлар қазақтар арасында тууының жоғары болуымен бірге, оларды елдегі ең үлкен этнос етті. 2009 жылғы санақ бойынша қазақстандықтардың 70,2% мұсылман, 26,2%дан астамы христиан, 2,8% сенбейтіндер. Сұраққа жауап беруден бас тартқандар 0,5%. Қазақстан ресми түрде екі тілді ел болып табылады. Халықтың 83,1% түсінетін қазақ тілі,
қыпшақтардың түркі тілдерінің отбасына кіретін мемлекеттік мәртебеге ие. Ал қазақстандықтардың көпшілігі білетін орыс тілі ресми деп жарияланды және әдетте іскерлік, үкіметтік және этнос аралық қарым-қатынаста қолданылады. Дегенмен, қазақ тілі біртіндеп ығыстырылып келеді. Елде кең таралған азшылық тілдерінде өзбек, украин, ұйғыр, қырғыз және татар тілдері жатады. Үкімет 2015 жылдың қаңтарында латын әліпбиі кириллицаны 2025 жылға қарай қазақ тіліне арналған жазу жүйесі ретінде алмастыратынын жариялады. 2017-2018 жылы оқу жылында республика мектептерінің 3 миллион оқушысының 2 миллионы қазақ тілінде, 900 мыңы орыс тілінде, 100 мыңы басқа тілдерде оқыды. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының деректері бойынша 2019 жылы сенбейтіндердің үлесі 18,7% құрады. Америкалық Галлап қызметінің зерттеулері Қазақстан халқының діндарлық деңгейі өңірдегі ең төмен 43% екенін көрсетті. Жалпы әлемде Қазақстан бұл көрсеткіш бойынша Словения мен Швейцария арасында орын алады. 2020 жылға туу көрсеткіші әр әйелге 3,13 баланы құрады. Орташа өмір сүру ұзақтығы 73,15 жыл. Орта білім жалпыға бірдей және міндетті, ал ересек тұрғындарының сауаттылық деңгейі 99,18% құрайды. Қазақстан Орта Азиядағы ең үлкен экономикаға ие. Аймақтың жалпы ішкі өнімінің 60% құрайды. Дүниежүзілік банктың 2019 жылғы бағалауы бойынша ел жалпы ішкі өнім бойынша елдер рейтингінде 42 орында алады. Қазақстан халықаралық валюта қоры алдындағы қарызын мерзімінен 7 жыл бұрын өтеген алғашқы бұрынғы Кеңес Республикасы болды. Ел 21 ғасырдың бірінші 10 жылдығындағы ең серпінді 25 экономиканың ішінде Қытай мен Катардан кейінгі 3-ші орынды иеленді. Мемлекет 2015 жылы дүниежүзілік сауда ұйымына кірді. Қазақстан ТМД, экономикалық ынтымақтастық ұйымы және Шанхай ынтымақтастық ұйымы мүшесі болып табылады. Қазақстан, Ресей, Белоруссия, Қырғызстан және Тәжікстан сауда тарифтерін үйлестіру бойынша бұрынғы күш-жігерді жандандыру және кеден одағы шеңберінде еркін сауда аймағын құру үшін Еуразиялық экономикалық қоғамдастық құрды. 1991 жылы тәуелсіздік алған сәттен бастап Қазақстан өзінің екі ірі көршісі Ресей және Қытаймен, сондай-ақ Америка құрама штаттарымен және батыс әлемімен жақсы қарым-қатынаста тең дәрежеде қолдауға ұмтыла отырып, көп векторлы сыртқы саясат деп аталатын саясатты жүргізеді. Қазіргі уақытта Ресей орталық Қазақстанның оңтүстік бөлігіндегі Байқоңыр ғарыш айлағын қамтитын 111.913 км шаршы Қазақстан аумағын, ел аумағының 4,1%-ын жалға алып отыр. Ол жерден ғарышқа алғашқы адам, кеңестік боран, ғарыш кемесі және Мир орбиталық станциясы ұшырылды. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырағаннан кейін тәуелсіздік алған Қазақстан стратегиялық қару мен қуатты ядролық арсеналдың орасан зор қорының иесі болып шықты. Қазақстан аумағында КСРО-дағы ең ірі сынақ, ғарыштық және ядролық полигондар Ембі, Сары-Шаған, Байқоңыр, Семей полигондары болды. 1993 жылғы 13 желтоқсанда Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі ядролық қаруды таратпау туралы шартқа қосылу туралы қаулы қабылдады. Қазақстан Республикасы мен ақш арасында құрлықаралық, баллистикалық, ракета, шахталық іске қосу қондырғыларын жою, апатты жағдайлардың салдарын жою және ядролық қарудың таралуына жол бермеу туралы келісімге қол қойылды. 1994 жылы Қазақстан, Ресей, Ұлыбритания және ақш ядролық қаруды таратпау туралы шартқа Қазақстанның қосылуына байланысты қауіпсіздік кепілдіктері туралы меморандумға қол қойды. Кейін Қытай мен Франция кепілдіктерге қосылды. 1995 жылы 27 мамырда бұрынғы Семей ядролық полигонының штольнінде соңғы ядролық заряд жойылды. 1996 жылы Қазақстаннан Ресейге стратегиялық бомбалаушылар шығарылды.
1996 жылғы 30 қыркүйекте Қазақстан ядролық сынақтарға жалпыға бірдей тыйым салу туралы шартқа қосылды.